Қайырлы күн достар, сіздермен пайдалы арна каналы. Мен арнамда күнделікті өміріңізге қажетті ақпараттармен бөлісемін. Сол себепті міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Бүгін сіздерге ақылы тұрақтарды қалайша тегін пайдалануға болады, сол туралы ақпарат беремін. Ең алдымен astanapark.kz деген сайтқа кіреміз. Осы жерден бұл тұрақты кімдер тегін пайдалана алады, соны біліп аламыз. Қосымша осы видеоның астында комментарийда кімдердің тегін пайдалануға болатындығы туралы ақпарат қалдырамын. Және де войти деген кнопканы басып, өзіміздің логин паролімізді енгізіп кіреміз. Егер де логин пароль жоқ болса, жаңадан өзіміз құрамыз. Логин паролімізді енгізіп кіргеннен кейін үстіде профиль деген жазу бар, соны басамыз. Осы жерде өзіңіздің машинаңызға, көлігіңізге қатысты барлық ақпаратты енгізесіз. Және де өзіңіз туралы ақпарат жазасыз. Одан кейін льготы және де онлайн подача заявления деген кнопканы басасыз. Осы жерде нақты қандай қадамдар жасау керектігі туралы толық ақпарат берілген. Бірінші, жаңағы мен айтқан профильде барлық ақпаратты енгізіп аласыз. Екінші, сіз өтініш жібересіз. Сол өтінішті осы жерден образец деген кнопканы басып көшіріп аласыз. Және де қолмен толтырып, оны фотоға түсіріп, телефоныңызға немесе ноутбукке сақтап аласыз. Одан кейін өзіңіздің жеке куәлігіңізді және де қандай жеңілдік түріне жатасыз, сол бойынша паспортыңызды фотоға түсіріп аласыз. Және де машинаның техпаспортын фотоға түсіріп аласыз. Екі жағын жеке-жеке түсіреміз. Және астында требование берілген, әрбір файл 2 мегабайттан аспау керек. Яғни файлды почтаға жіберетін кезде оның көлемін азайтып жіберген дұрыс болады. Барлық документтерді дайындап алғаннан кейін подача заявления на сайте деген кнопканы басасыз. Осы жерде аты жөніңізді енгізесіз, электрондық адресіңізді енгізесіз, және де тип льготы. Қандай сіз жеңілдік түріне жатасыз, соны таңдайсыз. Одан кейін барлық документтерді бет бейнесін және де екінші артқы жағын жеке-жеке таңдап осы жерге жүктейсіз. Мысалға, бірінші жеке куәлігіміздің сурет жағын және де екінші соның жанындағы артқы жағын, обратная сторона деп тұр, соны таңдаймыз. Екінші, бұл біздер көліктің техникалық паспорты, соны таңдаймыз, және де екінші жағын таңдаймыз. Одан кейін біздің жеңілдік документіміз, яғни менің мысалымдағы адам Семей полигонында туылғандықтан, сол жердегі өзінің жеке куәлігін 3 жерде таңдап, осы жерге жүктейді. Одан кейін астында біздің алдын ала дайындап алған өтінішіміз бар, сол өтінішіміздің фотосын таңдаймыз. Және де ең астыңғы жерінде согласие на сбор и обработку персональных данных деген жерге галочка қоямыз да, отправить заявление деген кнопканы басамыз. Бұл кнопканы басқаннан кейін, яғни осындай хабарлама шығады, 10 күннің ішінде сіздің почтаңызға жауап келеді деген. Бізге 2-3 сағаттың ішінде почтамызға осындай жауап келді. 3 жыл көлемі ішінде ақылы тұрақтарды тегін пайдалануға мүмкіндігіміз бар. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет.